Рико Льюис немесе Нунеш. Ар жақта оған қарсы Винисиус та. Винисиус жаңа ол өзіне қалай ойлайсың осы жерде? Осы уақытқа шейін біз Уокер мен Винисиустың қырғын таластарын көріп жүрдік. Ойын барысында бір-бірімен кәдімгідей тістесіп, итерісіп, қырылысып жүретін еді. Ойыннан кейін құшақтасып, жақсы бір жауып жүреді ғой. Ағасы мен інісі сияқты. Хусановты көріп қаламыз деп ойламайсыңдар ма? Хусанов шыға қоймайтын сияқты. Иә, бұндай кездесу ерте ал. Неге де байланысты? Рико Льюистің бірінші тайм қалай өтетініне байланысты. Бірінші таймда Винисиус несеп тастаса, жеп тастаса, онда екінші таймға бір тәуекелге барып, қорғанысты мықты ойнайтын біреу шығарып қалуы мүмкін. Нунеш шығатын сияқты. Ағылшын премьер лигасында басты кездесулерге сол ойнап жүр. Бірақ Нунеш Винисиусқа қаншалықты шыдап береді екен, жылдамдық жағынан деген ой бар да. Ол енді оны былай көмектеседі. Жылдамдық жағынан кімді шығаруға болады мысалы? Хусанов. Оңда ойнай алатындар. Оған көмектесетін енді Рубен Диаш болып тұр ғой. Диаш. Ол меніңше бар ғой, негізі Хусановты шығармай қойған дұрыс сол матчқа. Ойлашы, екі рет негізгі құрамда шығарасың, отқа саласың ғой. Бір рет Челсиға, екінші рет Реалға. Кеше голдан кейін сәл бір өзіне деген ойлашы, Винисиусқа қарсы ойнайсың. Басқа кездесулер болады, 3-0 жеңіп жатқан кезде, немесе Англия кубогын келесі кезеңге өтті, Лейтонға қарсы ойында. Сол Лейтонға қарсы ойында енді Сити қосылып құрап футболшылармен шықты. Тек бірен-саран Рубен Диаш сияқты негізгі футболшылар болды. Дегенмен мынау екінші құрамада өте нашар ойнады. Одан қалса Диаш сол жарақатын айыққаннан кейін 45 минут берді ғой, екінші таймда Стоунс мен Хусанов шығарды. Онда Аканжи шығады, оңға қарай. Мен ойымша Рубен Диаш шықпайтыны белгісіз. Шығара қоймайды ау Рубен. Физикалық дайындығына байланысты. Мен ойымша Стоунс. 90%-ға Стоунс шығып тұр. Аканжиді енді айта алмаймын. Аканжи немесе Рубен Диаш. Бірақ Стоунсқа сенімдімін да мен. Мен Аканжи дейін енді. Аканжи шығатын сияқты. Бірақ екеуі де шығуы мүмкін да. Дидар болғанда мен орнында спорт етіп кететіндер екеуі. Стоунс мен Аканжи шығатын сияқты бірге қосылып. Бірақ Диаштың енді орны бөлек қой орталық. Әрине. Ең үздіксіз.